Сәлем достар, қайырлаттан. Бізде бүгінге бір күндік влог 5 минут кетті. Біздің таңымыз басталды. Қазір біз сиырды осылай алды. Мына жерде сұрақ болған қалай түсіп көрмек болды. Неге біздің ауылдың таңғы көрінісі. Сиырды шығарып, осылай жаяу қайтып жатырмын. Таңғы салқын, таңғы ауа өте керемет. Міне біз сүтті құйып алдық. Қазір пісіреміз. Бізде осылай летний кухняның түрі мынау. Өзім ауырып, балдар ауырып, бұл кухняға кіруға уақыт болмай кетті. Бұл жерде бізде тамақ істемейді, тек мына жерге сүт пісіремін, мына ескі холодильник. Бұл жерде тек айран, сүт, май, сондайлар тұрады. Осылай бүгінгі осы жерде кетеу керек. Сәлем достар. Қайда барасың? Атың не мысық? Гараждың ішіне кіріп кетті. Гараждың ішінде ма? Ya da ыстатпадың ма? Өзірге күн шыған? Сиыр ғой, қазір ыстап тастаймын. Жаңа айдап шыққан біз. Не ол? Сен қайда баратқаныңды айтсам мен берем. Сәйке. Сәлтен не істейсің? Апайыңа айтып кім? Білмейсің, білмесең бермеймін онда телефонды. Қазір ұйқыдан тұрған, қырсылып тұр. Негізі барлығын айтады. Е? Беш. Бізде ана жігіт. Мектепке кетіп бара бір. Айдын бет. Айдын. Айдын ма? Айдын. 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 Жүрек қысай? Қайда? Қайда барасың? Қайда? Қайда барасың? Мектепке. Түнганген? Да, апа кстати, сумкасына бар. Серкесі. Ананымда сүткештіріңші. Осылай ағаларын мектепке шығарып, салып қайтып келе жатырмыз. Мынауымыз сумканы бермейін деп біраз жанжал қылды. Одан шайымызды ішіп, осылай папасын жұмысқа жібереміз. Как всегда, осылай машинаға мініп алып, баратадан шыққаннан кейін жылап қалады, өздерінше кететін адам қысып. Сонымен балдарды көндіріп, үйге кіргіздім. Кіргіз жерсем менің қызым осылай Дастархан жинап жатсың ба? дастархан жинайын деп Апарып қойын. бастапты. Ана нанды сал. Дастархан жинап жатыр. Менің қызым көмекші болып қойды маған. Ақылдым. Біреулеп апар. Біреулеп апар. Гүлем, су шайнас. Гүлем шығар. Апар. Ішінде бар ғой? Апар. Екі қолмен ұста. Мына қасқым айтты. Екеміз өтті. Қасқым. Мен дастарханды жинап қойдым. Анаға көмектестім. Ой, жарайсың, молодец, міне менің қызым дастарханды жинап қойды. Рахмет, қызым.
Осылай шашылып жатқан кухнямды осылай бір қолымды жауып демде жинап қойдым. Осылай әдемі болып тұр. Екі бала шағаммен осылай төсек жатқан орнымызды да осылай бір қолды жауыпсаң тез жиналып қалады екен. Күшті болып жиналып қалды. Мына жерде мен азанда бастаған летний кухнямды бітірдім. Газымды жуып алдым, холодильнигімді, горкалардың шаңдарын сүртіп, заттардың барлығын жайғастырып, су сеуіп сыпырып қойдым, және айранымды үйтіп қойдым. Уже кешке 1-2 сағатта дайын болады. Привет. Телефоны. Anneanne git tamam. Аты кім бұл бөпенің? Енес? Nazia. Газия ма? Газия, привет. Сәпия ма, Газия ма? Bitti. жаңа мектепке шығарып салған бала келатыр. Кім келді? Bugün git. Anneanne kapıyı olalım. Сабақ бермеді ме? Жақтайық та? Тегін кеттің ма? Ya. Ayo, konuyu al. Arayın var onu. Автобуста ма? Ya. Anne şimdi bak. Түсінде жатқан кезде көрдің бе? Мына магазин салсам түсін бе? Anne bak. Baba. Не oldu? Киімдеріңді бастырмақ па? Не үйреніңдер бүгін сен мектепте? Бастапсыз жатсың ба әлі? Осымен бір күндік емес, обедке дейінгі блогымыз бітті біздің. Осылай ұлымды 5-ке бөліп, қызымды да ұйықтатып тастадым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.